Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі қып-қызыл болып шығатын нанды жасап көрсетемін. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Үй жағдайында қолжетімді заттардан дайындалады. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен қамырын илеу үшін біз опора жасауымыз қажет. Оны 2 қасық шекер, 2 қасық ұн және 1 қасық дрожждан жасайды. Үстіне жылы су құйып, 10 минутқа бетін жауып қоясыздар, жақсылап араластырып. Немесе құрғақ дрожж қосып илей берсеңіздер болады. Енді менде мынау салқын сүт, сондықтан үстіне ыссы су құйдым. Осыған керегінше тұз қосып, 2-3 ас қасықтай сұйық май салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып алдым. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Енді ұнымызға опораны қосып, суымыздан аз-аздан қоса отыра жұмсақ қылып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек. Егер қатты қылып илейтін болсаңыздар, ашуы қиындау болады, яғни көтерілуі қиындау болады. Осылай жұмсақ қылып илейсіздер. Егер де қолыңызға жабысып жатса, тағы да сұйық май қосып жіберіп, бір қайтара илеп шығыңыздар. Содан соң бетін салафанмен жауып, иленген қамырды орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоясыздар. 2 сағаттан кейін біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осыны ашыған қамырымызды суалап шығамыз. Менде 8 суала қамыр шықты. Енді осының бетін жауып 10 минут демалдыратын боламын. 10 минуттан кейін формаға 1 суала қамырымызды алып, яғни видеодағыдай қылып жасайсыздар, жан-жағын дөңгелек қылып шығамыз. Содан соң тікеш жеп шығасыздар, немесе вилка пайдалансаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысын жағыңыздар, ол бізге нанымыздың қызарып пісуі үшін керек. Жұмыртқаның сарысын жағыңыздар, әдемілік үшін күнжіт қоссаңыздар болады. Осыны қызып тұрған пеште, духовкаде 30 минут дайындап аласыздар. Осымен біздің нанымыз дайын. Осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Барлық керек заттың құрамын описанияда қалдыратын боламын. Сіздермен бірге болған Салтанат, назарларыңызға рахмет.